Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңажол ауылының Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің оқушысы Тұрсынбай Алтынай және оның жетекшісі Түменбаева Назира Бақтыбековна. Мен өзімнің жетекшіммен бірігіп, осы лагинарий өсімдігін отырғыздым. Лагинарий өсімдігі ол асқабақ тектес өсімдік, асқабаққа ұқсас болады. Және ол осылай мамыр айында ағаштың түбіне отырғызамыз. Ол ағашпен бірге бойлап 10-15 метрге шейін өсе алады. Ол бізде суыққа төзімсіз болып келеді. Ол түнде ғана гүлдейді. Ол түнде ғана гүлдейтін болғандықтан, яғни оны тозаңдандырып отыру керек. Ал тозаңдандыру үшін жанына көп көбелектер келу керек. Және сол үшін мүмкіндігінше жанына гүлдер отырғызамыз. Ол асқабақпен салыстырғанда гүлдері кішірек болады. Мысалы, міне асқабақ гүлі міне үлкен болады, ал лагинарий гүлінің осындай аппақ кішкентай болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, оның гүлі осындай нәзік болады. Сонымен қоса олар суыққа төзімсіз болып келеді. Мысалы, бүгін 4 қазан. 1 қазан күні ауылымызда үсіп жүрген соң, міне көріп тұрғандарыңыздай жапырақтары үсіп кетті. Ол асқабаққа төзген суыққа төзе бермейді. Ол бізде нәзік өсімдік. Міне түйнектері осылай биіктікке салынады. Мынау осындай кішкентай түйнектері. Міне бұл біздің осы жылы алынған өнімдеріміз. Оны біз қалай дайын өнімге шейін апарамыз. Оны біз осындай сабақтарына іліп, міндетті түрде жылы жерде кептіреміз. Ол бізде қаңтар айына шейін кеуіп үлгеру керек. Кепкен соң дайын өнімдеріміз. Оны біз дайын болған соң ішіндегі дәндерін шығарып аламыз. Сосын оны құм қағазбен қырамыз. Ол дайын өнімді біз күйдіруге болады, күйдіріп сыртқа сурет салуға болады, немесе бояуға болады. Оны бұрынғыда ата-бабамыз ішіне тары, бидай секілді құрғақ өнімдер сақтаған, немесе айран, сүт, су секілді өнімдерді жолға шыққан кезде пайдаланған. Тасқабақ ата-бабамызға несімен пайдалы болған? Біздің ата-бабамыз байырғы кезде көшіп қонып жүрген. Оларға бұл сұйық, су, қымыз секілді заттар тасымалдауға ыңғайлы болған, тары, бидай секілді. Және бұл біздің жарысқа қатысқан бұйымдарымыз. Біз олардың сыртына сурет саламыз, артылған заттарды жабыстырып, қайта пайдалы болу үшін көмектесеміз. Түрлі бояулармен бояймыз. Жақынырақ көрсеңіздер болады.